Террористікке қарсы операцияның сәтті аяқталуына байланысты Ақтөбе облысының әкімі Бердібек Сапарбаев құқық қорғау саласының қызметкерлерін алғыс хаттармен марапаттады. Марапат арнайы қызмет өкілдеріне кәсіби шеберлік танытқаны және ерлігі үшін берілді. Ақтөбедегі қайғылы оқиға тек облыстың ғана емес, Қазақстанның жақын және алыс шетелдің халқын дүр сілкіндірді. Естеріңізге салсақ, 5 маусымда лаңкестердің шабуылынан 7 адам қаза тауып, 38-і жарақаттанды. Ішкі істер және ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменттерінің жеке құрамы бір аптаның ішінде күшейтілген режимде жұмыс жасады. Нәтижесінде жексенбі күні антитеррорлық операция сәтті аяқталды. Ең үлкен нәтиже осының барлығы аз уақыттың ішінде аяқталғаны. Біз мынау халықаралық осындай оқиғаларды білеміз. Олардың қанша уақытқа созылатын, 7 күнде соншама адамды ұстап, осы жасалған жұмыстарды нәтижелі аяқтау деген ол оңай емес. Соның барлығы мына сіздердің еңбектеріңіз. Операция кезінде лаңкестерді ұстауда кәсіби шеберлік танытқаны және ерлігі үшін Ішкі істер департаменті мен ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің ондаған қызметкері облыс әкімінің атынан алғыс хаттармен марапатталды. Бұдан өзге еліміздің бас прокуроры Жақып Асановқа, Ішкі істер министрі Қалмұхаммед Қасымовқа, ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Владимир Жұмақановқа алғыс білдірілген хат жіберілді. Бердібек Сапарбаев барша ақтөбеліктердің және жеке өз атынан өңірдегі қоғамдық саяси ахуалдың қалыпты болуына және халықтың тыныш өмір сүруіне ықпал еткендері үшін барлық күш құрылымдарына ризашылығын білдірді. Қазақта үлкен бір сөз бар ғой, бірлік бар жерде тірлік бар деп. Сіздер осы мынау 7 күнде соны іс жүзінде дәлелдедіңіздер. Егер барлық әскери қызметкерлер, жергілікті билік бірігіп жұмыс жасайтын болса, онда нәтиже болатындығын. Сондықтан тағы да мына біздің Ақтөбе халқының атынан сіздерге үлкен рахмет. Халық өзінің ризашылығын білдіріп жатыр. Халықтың тағы да мынау осы право қорғау арнаулы органдарға деген сенімі одан сайын артты. Өз кезегінде ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының орынбасары, республикалық террористікке қарсы жедел штаб бастығының орынбасары Нұрғали Білісбеков облыс әкімі Бердібек Сапарбаевқа операцияның сәтті өтуіне облыс басшылығының да атқарған рөлі зор деді. Гүлбақта Қайратқызы, Самат Қалекенов, Қазақстан, Ақтөбе.